асқа жиналған қауым, қонақтар, алыс жақыннан келген Райсаның апайымыздың сүрлеті қатым дегеннен кейін мінекей алыс жақтан күннің ыстығына қарамай жақсы көргендіктеріңізді білдіріп қатысайық құран қатымға ақан жайық деп келіп отырсыздар. Қадамдарыңызға нұр бітсін. Көз алдымыздан кетсе де көңілден кетпейтін, өмірден өтсе де жүректен өшпейтін, көңілдің дарашығы, өмірдің барасылы Райса апамыз осыдан 20 жыл бұрын өмірден өткен екен. Әселім 11 бітіреді деп жан тасып жүрген кездейсоқ өмірден өтті. Өте ауыр болды. Мынадай медицина дамымаған кез, қазіргі кез болса өмір сүрер еді. Ал оның жазуы солай болды. Туыс десе ішкенасын жерге қоятын. Қолынан бәрі келетін. 8 қырды бір сырлы. Тойды да жөнелтетін, өлімді де жөнелтетін. Өзінің денсаулығын бір дәрішетте жүре береді, бір давлением бар дейді. Сол туыс деп шапқылап жүріп, солардың көңілінен шығайыншы, соларды ренжітпейінші деп шапқылап жүріп өмірден өтті. Бүгінгі күні өмірге жай ғана келіп кеткен жоқ Райса апайымыз. Ұрпақ әкелді. Ұрпақтары өсті, жетілді. Қолдары ауыздарына жетті. Әселіміз ортаншы болса да, ағасы мен бауырының басын қосып, ағайын туысты шақырайық, осылай қатым сүрейікші, 20 жыл болған екен, кеше ғана сияқты еді деп, есейіп бер жетіп, көпшіліктің басын қосып бүгін үлкен қатым беріп жатыр. Қабыл болсын. Аумаған Райса апайымыз деп әселімізге қарап отырмыз. Өзіне сай, осындай азамат топ мінекей, күйеу баламызға рахмет. Өзінің білгірлігін, білімділігін, ұстаздығын көрсетіп, қолына микрофон алып, мынадай асты ұйымдастырып жүрген оңай нәрсе емес. Айналайын, бақытты болыңдар. Рахмет апай. Болашақтарың кең болсын. Қай уақытта болсын, жетістіктеріңді көріп риза болып отырам, жазып отырам. Өмірдің бар қызығын бірге көріңдер. Жұмақан ағамыз аман болсын. Осы